Соғыс деген немене? Тек қана апат қырғын ба? Арман тілек ақыл ойды апаратын құрдымға. Соғыс деген аққан соры ақсүйектің құлдың да. Соғыс деген төккен ара қыздың және ұлдың да. Соғыс деген біреулердің шығыны да, біреулердің пайдасы. Армысыздар құрметті көрермендер, Айбынды білек, ыстық жүрек, қайрат күштері мен кешегі жігіттер. Бүгінгі өнегелі аталарымыздың арқасында 1945 жылдың 9 мамыр күні ұлы мейрам ретінде ұрпақ есінде мәңгі қалды. Ұлы жеңіске биыл 75 жыл толып отыр. Здравствуйте, дорогие соотечественники и ветераны Великой Отечественной войны. С уважением и трепетом я поздравляю вас с Великим Днем Победы. В этот день мы поздравляем тех, кто вернулся с фронта, а приносим цветы к тем, кто не смог. В этот день мы вспоминаем такие исторические моменты, как битва за Сталинград, битва за Москву, освобождение Ленинграда, захват Берлина. Весь мир благодарит вам за то, что вы сделали для нас, для нашего поколения. Вы дали нам шанс, и мы сохраним этот мир таким, каким мы хотели его увидеть вы. Жас ұрпақ сіздердің алдаңызда борышты. Біз сіздердің қасы қандамыз қалғанша көріскендеріңізді жолдан аман-есен алып қалған бейбітшілік күнінің баға жеткісіз қымбат екенін түсінеміз. Бейбітшілік пен жеңіс туын өмір бойы аялап өтеміз. Жеңіс пен жетістік ұғымдары еліміздің даму қарқынымен қашанда қанаттас келеді. Осы өмірге жеткізген ардагерлер аман болғай. Біз есімдері тарихтың бетінде мәңгі өшпес аға буын алдында өлшеусіз қарыздармыз. Бұл мереке әр кезде де батылдық пен ерліктің, қаһармандықтың символы. Отанға деген сүйіспеншілік те адалдықтың өлшемі. Ал сіздердің өздеріңіз, құрметті ардагерлер, болашақ ұрпақтар үшін егемен еліміздің тәуелсіздігін қорғаушылардың бәрі үшін жарқын үлгі болып қала бересіздер. Елдің тәуелсіздігі мен бостандығы үшін жанын қиған боздақтарымызды мәңгі есте сақтаймыз. Отан үшін отқа түсіп, қан майданнан аман алған қандастарымыздың алдына бас иеміз. Құрметті ұлы отан соғысының қатысушылары мен бұл еңбеккерлері, ауыр күндердегі адал еңбектеріңіз бен белсенді азаматтық ұстанымдарыңыз үшін мың алғыс айтамыз.